Математика, физика бірінші тобы. Ең бірінші достыққа менің анам алып келген еді. Біз өзіміз отбасыда 3 бала болып, осы достыққа келіп оқыған едік. Достықтағы алғашқы кезім қобалжуым болды. Қалай оқиды екен және көмектеседі ме екен маған. Достықта өте көп зат үйрендім. Тек қана білім жағынан ғана емес, адамдарды тани білу, таныса білу, араласа білуімді. Менің жетістігім ол ОБТ-дан 130 балл алып, Қазақстан бойынша 10-шы орын иегері болу. Басқаларға айтарым, ол достыққа келіңіздер, оқыңыздар, өкінбейсіздер. Достыққа тілеймін, тек қана осылай дамып көркейе берсін, осындай апайлар күліп ойнап қасыңызда жүре берсін. Ең қиын келгенім менің ОБТ-да қобалжуым және де ОБТ-дан өтуім. Достықта қызықты сәттер өте көп болды. Оның іс-шаралары, әрбір ұйымдастыруы балалардың көңіл күйін көтеруге тырысатыны сол маған. Ұстаз қасиеті, әрбір ұстаздың өз қасиеті маған ұнады. Ақмарал апайдың шыдамдылығы, Ғабит ағайдың қол созып көмектесуі, басқа ағайлардың да апайлардың да осындай сабақ беріп үйрету, әр методикасы бөлек болған еді. Бірінші ойым ол көмектесер ме екен маған, және де қандай маған көмек көрсете алады екен деген. Бірақ мен өкінбедім. Сағынам осындай қызықты сәттер болғанын, апайларымды, достарымды. Дайындалым өте жақсы болды. Достық маған өте жақсы көмектесті. Негізі жаман емес. Достық бұл мен үшін екінші үйім. Апайлары, оқушылары мен үшін отбасы болды. Әрбір осы қызықты сәт болған, осы достықта мен үшін ешқашан ұмытылмас болады.